Ескендір поэмасы. Македония шаһарында Ескендір атты жасы 21-де патша болды. Әскер жиып, елді қырып жойып, ханды өлтіріп, қаласын тартып алды. Ескендір елді мекендерді қырып жойып, қаласын тартып алып, оған да көңілі бір тоймады. Жердің жүзін жаулауға ойлайды. Ханның ханы Ескендірді естіген жұрт дүр үркіп қорқады екен. Атағы талай жерге жетті оның. Ескендірдің елді жаулап алуына ешкім бөгет жасай алмады. Жолда жүре-жүре шөлдеп, суы таусылып, қызметкерлердің барлығын өлтіруге дейін барады. Қандай зат жылтырап көрінсе, соған қызықты. Жол жөнекей кезекті бір бұлақтың суын ішіп дәмін көрді, тымақ тәтті. Деп кепкен балықты суға батырып жеп салды. Бұл судың дәміне таң қалып, бұл неткен су? Бәрің суды ішіп бетіңді жу деп бұйрық берді де судан құйып алды. Қақпасы бекітулі алтын қорғанды көріп, көзі түсті. Қақпаны ашу үшін тұтқасын олай-бұлай қатты жұлды. Ескендір ашуланып қақпаңды аш деп айқай салды. Қақпаның арғы жерінен біреу келіп, қақпаны ашуға рұқсат жоқ деп жауап қайтарды. Құдайға бастайтын қақпа деді. Білмейсің бе, мен Ескендір патша деген, жер жүзін қырып, жеңіп, жаулап келген. Қақпаңды ашпасаң бір сыйыңды бер, еліме көрсетейін деп сөйлейді. Қақпадан бір орамал лақтырып жібереді. Аш та ойланып, көзіңді сал деп айтады. Орамалды алып, қуанып, сый алдым деп, ішін ашса, құр сүйек. Таң қалып, не мазақ бұл? Сүйек менің теңім бе? Деп лақтырып жібереді. Патшаның досы Аристотель сүйекті алып таразыға қойды. Арғы жағына алтын қойды. Сонда да сүйек ауыр болды. Бар қаруын алтынға қоса салды. Енді қайтер екен деп қараса, бұрынғыдан да сүйек ауырланды. Аристотель патшаға мына сүйек қазынаның бәрін жеңді. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Ойланып тапшы дейді. Хакім жерден бір уыс топырақ алып сүйекке шашады. Сонда сүйекті топырақ басып кетеді. Ескендір мұны көріп таң қалады. Хакімді шақырып алып, мұның сыры неде деп сұрады. Бұл адамның көз сүйегі. Өзі тойса да көзі тоймайды. Өлгенде ғана барлық істеген істеріне қанағаттанбайды. Ашуланба, ей патша, сый сұрадың, берді саған құр сүйек. Көрдің бе оның мағынасын?